Ертурман жалпы атау ретінде айтылады. Оған ертоқым, жүген, ноқта мен шылбыр, тізгін, құйысқан, өмілдірік, пыстан, ат кежім, ат көрпе, үзеңгі, айыл, тағы басқа түгел қамтылады. Бұдан сырт ат әбзелдерінен қанжыға, ат бекітуге тұсамыз және чедер болады. Біз тілшілік сапармен Нұрқауданда болғанда Кілең ауылының Қызылтұмсық қыстағындағы ертурман ат әбзелдерін жасаумен ұзақ жыл шұғылданып келген Аман Рамазанұлының отбасына барып, оның ертурман ат әбзелдерін жасау өнеріне куә болдық. Ат әбзелдері саналатын ноқта, өмілдірік, пыстан, құйысқан, қамшы сияқтыларды жасау шеберлігіне ол былайша аялдады. Осы ат жабдықтарды жасау үшін ең алдыменен терін илейміз. Оны менен қатыққа малма қылып дүңге саламыз. Дүң, астау. Осыған салып, бұл әбден жетігінен үй болып шыққаннан кейін, оны ұрып, тоқпақтап, иін қандырып, сөнен кейін барып ат әбзелдерін тілейміз. Бұл тілу барысында ең алдыменен ноқтаны тілейміз. Ол ноқтаны сиырдың терісінің жота терісі қалың болады. Чыдамды болады, жақсы болады, сөз жерінен ноқтаны тілейміз. Өнен кейін жүгенін тілейміз. Өнен кейін құйысқанын тілейміз. Өнен кейін бауыр жағынан жұқалау жерінен қырғыз өрім қамшыларын тілейміз. Өнен кейін қалғанынан пыстанын тіліп, өнен кейін оның таспасын мәнерлеп отырып, жақсылап сыдырып, сөнен кейін әбден таспа теңселіп болғаннан кейін өреміз. Бұл енді біздің ұн мен қатықпенен илеген теріміздің сапасы мынандай болады, міне, жұмсақ, чыдамды, суға тисе де созылмайды. Ал енді қаладағы туысқан ұлттардың жасап жатқандары терілерін тұзға басып, әппақ қып, өргеніменен ол суға тиіп кетсе, созылып, өнен кейін чыдамсыз болады. Ал енді біздікі нақ қатық, ұнменен илеген, жауынға тисе де ол созылып кетпейді. 15 жылдан жоғары бір азамат салады. Ал енді мына базардың илеген терілерін қарасаңыз жұмсақ, чүпірек сияқты, ол енді 2 жыл 3 жылдан аспайды. Ал енді біз мынаны ноқта деп өреміз. Ноқтаны чылбыр тағамыз, атты байлайтын, ең атты ұстайтын осы ноқта. Атағашқа байласақ та кете алмайды. Аттың басына саламыз, бұл ноқта деген осы. Ең алдыменен ноқтаны жасаймыз. 15 таспадан өреміз. Ал енді бұл ноқтаның таспасын 15 қып жасайтын себебіміз аттың басына сәл жеңілдеу келеді. Мынау жүген 20 таспадан өріледі. Ал бұл жүгенді мына жағынан ауыздығын салып барып, сөнен дізгін тағамыз бұған. Бұл негізінен аттың үстіне мінгенде, атты былайша айтқанда урол десек те болады. Сол атты, сол дізгін арқылы, осы жүген арқылы басқарамыз. Бұл жүгенді 20 таспадан өреміз. 20 таспадан өретін себеп, бұл кішкене аттың басына сапалырақ, көрнекті келеді. Өнен кейін мынандай сарала чеге қағамыз бар. Чеге қаққанда, бұл чеге орнықты келеді бұған. Атты басқаратын осы жүген. Мынау құйысқан. Бұны аттың арт жағына, ердің артынан тағамыз. Құйысқанымыз мықты болғаны жақсы дейміз. Басынан асып түсіп қалмаймыз. Құйысқанның біз мына жағын 20 таспадан алып беріп, мына жерге келгенде, мына жағын четтік деп қоямыз, жерде қайыс бар. Четтік дейміз. Сол қайыстан мынаның байлану үшін, сапалы болу үшін, мынаны біз бұл жерге келгеннен кейін 5 таспаны өрнектеп мына жерге шығарып қойып, қалған 15 таспаға өріп кетеміз бұлай қарай. Бұл ана четтікке байлағанға жатымды келеді. Өнен кейін мына боқтығын басқалар шүпіректен, басқа нәрседен ызып салады. Боқтық деп қоямыз, мынаны құйысқанның боқтығы дейміз. Бұл боқтық қайыстан саламыз біз. Қайыс мықты болады, чыдамды болады. Өнен кейін енді бұл құйысқанның міне жеріне келгенде мына біреу тұсақ қоямыз, салпыншақ дейді мұны. Бұл өзінің, мынаның өзінің бір сәні. Бұрынғылар қой күмістен жасайды. Әзір күмісті оңайшылықпен табылмайды. Жоқ. Болғандықтан біз мына сарыдан реңін шығарып, осыдан жасап жатырмыз. Темір. Темір. Мынаның ар жағы темір,
betine sarıcam. Мынан өмүлдүрүк дейбиз, бул аттын алдына, омурауна келет. Бул өмүлдүрүк артына ерин кетип калмаш үчүн истетилген нерсе. Мынан эки дөңгөлөктү анан эмне эрге чегелейбиз да. Эрде турат. Бул өмүлдүрүк энди атты эрди артына жибермейт. Мынау да салпынчак энди осунун сәни мынанын. Осундай салпынчак түсөдү бу жагына. Мынау да 20 таспа. 20 таспадан өрүү себебimiz бул ана атка сәнди, әдемі түсөт. Өнөңгөй мына чеге орнуктуу келет. Мынаусын таралгы деп коебуз енді. Мына таралгы бул айылбастан негизинен мына жагынан әкеп түймөлөй саламыз. Мына жагында жүрөдү мынау. Булай айландырып әкелип мынаны түймөлөй саламыз. Аттын омурауна. Мынау енді пыстанымыз. Мынаның пыстанын ортасы мына 32 таспа. Таспасы. Мына четін айландырганымыз 11 таспа. Буну өрүп жасаган себебimiz бул мыкты болот. Төс айыл эң эрте окумду атка устап туратын осы төс айыл болот. Мынаның эки жагынан айыл тагамыз. Мына жагынан айыл, мына жагынан жырым келет, сонда мынау эрдин үстүнө келет. Эрди эң устайтын осы. Камчы мынау. Бул камчы 12 таспа. Енді бұл 12 таспағы бөліп жасайтынын сәндеп жасаймыз. Той томалаққа барғанда, топқа барғанда мырзалар сәң ұстайды. Мына 12 таспадан өрілген. Енді мынау 6 таспа. Бұл 6 таспа камчы мал айдауға, жаңғыз жарым жүрген тұстауға болады. Бұл ұрған жерден енді ол мына қыры бар мынаның несінде бұл тіліп кетеді екен. Бұрынғы батырлардың ұстайтыны сол 12 таспа емес, 6 таспа екен. 8 таспадан өрілген, сол 6 таспа секілді. Бұл да қаруға болады. Қару қылуға. Енді мыналарды мырза қыз балаларға еліктің аяғына саптаймыз. Мырза жігіттерге әсемдеп саптаймыз. Той томалаққа барғанда, топқа барғанда ұстайды мұны. 12-ден төмен болады қамшы. 12 таспадан. Одан өргө болса жуан болады, домбал болады. Ол немене болады сәз, қопал. Мынаның ішінен өзек саламыз, сылғи теріден. Сөніңгөй мынау әл ұрса, қатты тиетін болады. 5 тұрман деген осы аттың. Мұқияттылық пен ерен ісмерлікті қажет ететін бұл өнерге әбден сылған Аман Рамазанұлы бұл күндері ер тұрман ат әбзелдерін жасау, саудаға салу жұмысымен шұғылданып отыр. Енді осы бір жүрісім 1500 сомнан сатып жатырмын. Толық бірақ. Бір сиырдың терісінен бір кісілік сол ат жабдық шығады. 1500 юаннан сатсам, 4 жабдық сатсам, сол 5000 юан кіреді. 30 жыл болды мен өргөлі. Осы 6-7 жылдан бері қаратай арнайы жасап, өзім осы кәсіппенен шұғылданып жатырмын. Сол саба жасаймын, арқан бұраймын. Енді осы қайыстан келген нәрсенің бір талайын жасаймын. Онан басқа енді осы ат әбзелін жасаймыз, торсық жасадық. Өрімшілік өнерімен шұғылданғанына 30 жылдың жүзі болған Аман Рамазанұлы соңғы жылдары ер тұрман ат әбзелдерін жасаумен арнаулы айналысыпты. Ол осы өнері туралы тәжірибесін бізге былайша таныстырды. 6 күн, 7 күн ұнмен, қатықпенен илейміз. 6-7 күнде бұл әппақ болып бітіп міне шығады. Жүні түсіп қалады. Сөнен кейін оны тоқпақтаймыз, ұрып, бейін қандырып, әптен тоқпақтап болғаннан кейін оны тілеміз. Тілгеннен кейін оны бір келкі қып тіліп бар, оны сыдырамыз, ағашқа сарып. Мына бәкіменен сыдырып, әбден тегіс болғаннан кейін бар, мынандай өріміз. Ол таспа тегіс болмаса, мынау да сәнді болмайды. Ал ол жабдықты өріп болғаннан кейін, мына үзбелерін жасаймыз. Бұны үзбені жасап алып, отқа салып, ана немene мысты ерітіп, анаған жағып, сөніңге мына өрнектерін сарып,
Өнөңгө мына чегенин баасын кайнатып алабыз, ана мыстыкты кайнатып туруп сога малып, сол аркылуу алып кеп муну мындай кылып чегелейбиз. Сөнөңгөйүн барып бул мыкты, өнүмдүү, төзүмдүү ат жабдык болуп чыгат. Ал энди теринин де ийи жакшы болмаса, о да чыдамсыз болот. Өнөңгөйүн катты болот. Атты кажайды, адамды да кажайды ол. Осундай кылып чыгарып барып, осы бир ат жабдыкты сүйтүп чыгарып жасайбыз биз. Беш турманды жасап чыгууга сол 10 күндөн жогору убакыт кетет. Илеп, тилеп, сыдырып, өрүп, мына үзбөлөрүн жасап, чегилип болгонумузча осынча убакыт кетет.